Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бұл әңгімеде қазақ қызының ата-анасының рұқсатын алмай шетелдік жігітке тұрмысқа шығып, опық жегені туралы айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре отырыңыздар. Құдашам ауылында мектепті жақсы оқыды. Құда мен құдағи осыдан бірдеңе шығады деп, болашағынан үлкен үмітпен қарайтын. Сонымен уақыт зулап өтіп, Құдаша мектепті бітірді. Алматы шет тілінде институтына оқуға түсті. Ауыл аймағы туған туысы мәз болып, ата-анасы шексіз қуанышқа бөленді. Содан не керек, әркім өз күйбелең тіршілігімен жүргенде, Құдашаның оқу бітіретін мезгілі де жетіпті. Бірақ құда мен құдағидың жүзі сынық. Байқаймын, әнел жөнде әңгіме қозғалғанда төменшіктеп, кібіртіктеп, әңгімені басқа жаққа бұрып жіберетін болды. Алматыда жұмыста қалған шығар деп, алғашында мән бермедік. Сондай күндердің бірінде пәленшенің қызы шетелге байға тиіпті деген көбір-сөбір өсек шыға бастады. Сөйтсек, әнеліміз Францияның бір зәңгісіне тиіп алыпты. Құда мен құдағидың ел жұртқа қарар беті жоқ, қайғысын ішіне жұтып, осыдан 18 жыл бұрын бірінен соң бірі дүниеден өтті. Ол кезде біреуге біреудің қарайтын заманы ма еді? Бір үзім нан үшін бет-бетімізбен қаңғып кеткен кез еді. Өткен жылы Алматыға бір туыстың тойына барғанымда, баяғы әнелді кездестірдім. Кезінде құда-құдағиды табалағандай болмайық деп, кімге қайда тигенін сұрауға бата алмай, анық қанығын біле алмай қалған болатынбыз. Қазір 40-қа жақындаған салиқалы әйел, ашық жарқын менімен әңгімелесіп жатыр. Махаббатта шекара жоқ, махаббатта ұлт жоқ. Екі жас бірін-бірін сүйсе болды деген надандардың сөзіне еріп, бірге оқитын бір топтан қазақтың 3 қызы Франциядан келген 3 африкалыққа тиіп алдық. Ата-анамызға бақытсыздық әкелетінімізге, Құдай алдында күнәһар болып, бақытқа жету топастық екеніне миымыз жетпеді. Құда-құдағи болып, құйрық бауыр жеп, немере шөбере сүйіп, той тойлап, мен саған, сен маған болып кит киіп, бір-біріне шапан жауып, арқа-жарқа болып сағынысып күтетін бақытты күндерінен айырған екенмін. Басқа қыздардың балаларын немере деп өліп өшіп жатады да, менің зәңгіден туған қап-қара балаларымды жиен деп айтуға туыстарым жиіркенетін еді. Әке-шешем менен үлкен үміт күткен еді. Әсіресе әкем, осы қыз менің атымды шығарады деп еркелететін. Жүзі балбұл-жанып отыратыны есіме түскенде, жүрегім қарсы айырылып, көзімнен жас парлайды. Атын шығардым әкемнің, тек ағайын туыс жұртқа таба қылып. Ата-ананың ықыласымен тимеген бай, бүгін бе, ертең бе, бәрібір баянсыз болады екен. Осыған көзім жетті. Қайран әкем менің кесірімнен қан жұтып, қайғысы ішінен жеп, ерте кетті. Әйтпесе қайтыс болатындай қартайған жоқ қой, деп жылап жіберді. Жұбата алмадым да. Сонымен оқу біткен соң үшеуде 3 зәңгімен Францияда 2 жылдай тұрып, соңынан олардың туған отаны Гвинея-Бисауға көшіпті. Әнелдің шыққан күйеуі Гвинея-Бисаудағы бір тайпаның өкілі екен. Олардың салты бойынша баласы 2-ші рет үйленгісі келіп, жастау қыз алатын болса, әйелін өз әкесіне қатындыққа береді екен. Басқа әкелердің 2-3-тен жас қатындары бар. Сонымен күйеуі жас қыз алатын болып, әнелді әкесіне сыйлапты. Әнел бір түнде қашып үлгеріпті. Келгеніне 1 жылға жуық болса да, құжатсыз базарда жұмыс істеп 2 баласын асырап отыр екен. Ана сорлы 2 қызға не болғанын білмеймін. Келерге құжаттары жоқ, ботадай боздап қалған еді деп күрсінді ол.